күншығыс елінде өз заманның басты жаңашылдарының бірі Акио Морита екенін білетіндері аз. Ол бүгінде көпшілікке Sony компаниясының негізін қалаушы ретінде белгілі. Ал бүгін мен сіздерге осы әлемді өзгерте алған нағыз көрнекті тұлға туралы айтып беремін. Акио Морита 1921 жылы провинциялық Токанаме қаласында дүниеге келген. Оның отбасы кедей емес еді. Өйткені ата-анасы жарма мен картоптан шырын өндіре отырып, алкоголь жасап ақша тапқан. Отбасылық кәсіп тұрақты табыс әкелді. Бірақ Акио жастайынан ата-анасының жолын қуғысы келмейтінін анық шешті. Әрине, көпшілігіміз ағынмен жүріп, отбасылық бизнесті жалғастыруды жөн көреміз. Бірақ бұл Акионың жолы емес еді. Ол арманшыл еді. Бала кезінде Морита жаңа нәрсе жасап ойлап тапқысы келетінін түсінді. Нәтижесінде Жапонияда жасалған деген сөзі сапаның нағыз белгісіне айналдырған адам бола алды. Акио үйінің тұңғышы болды. Бұл отбасылық кәсіпті мұрагерлікке алуға міндетті екенін білдірді. Мектеп оқушысы ретінде Акио нақты ғылымдарға ерекше бейімділігін көрсетті. Бала кезінде кішкентай Акионың үстелі бар жеке бөлмесі болды. Әкесі баласына бірдеңе ойлап табуға, жасауға деген құштарлықты тудырады. Оның үстіне тұңғышына патефон сыйлайды. Бұл баланың нақты ғылымдарға деген қызығушылығын арттырды. Атап айтқанда физикаға. Морита ата-анасынан оған үнемі ғылыми журналдар мен кітаптар сатып алуды сұрайтын. Осылайша бала жаңа хоббиге қызығушылық танытты. Университетті бітіргеннен кейін Акио Морита әскерге қызмет етуге аттанды. Дәл сол жерде ол өзінің досы Масару Ибукимен кездесті. Айтпақшы, көпшілік бұл кездесуді тағдыр деп есептейді. Сөйтіп, аздап ойлана келе, екі дос өздерінің шағын кәсіптерін ашуға шешім қабылдайды. Бұл Тоцука деп аталатын қарапайым электр жөндеу шеберханасы болатын. Шағын компания 1946 жылы құрылған. Бір қызығы, Акио мен Масару өз бизнесін ашуға $375 инвестициялады. Морита басқару мәселелерімен көбірек айналысты, ал Ибука техникалық аспектілерге жауапты болды. Тоцука брендінің алғашқы ресми өнімі электрлік күріш пеші болды. Онда біздің кейіпкерлер 6 ай жұмыс істеді. Бірақ құрылғы сәтсіз аяқталды. Сатып алушылардың барлығы оның үнемі істен шығып қала беретінін айтып, шағымданды. Белгілі бір қорытынды жасап, бір жылдан кейін олар әлемге өздерінің жаңа өнімі жылытқыш төсемді ұсынды. Бұл аналогы жоқ, өте ерекше өнім болды. Жетістік толқынына аттанған бизнесмендер оны кеңейтуге тырысты. Осылайша электрмен жылытатын төсемді пайда болады. Олар осы революциялық жаңа өнімді сату үшін арнайы Ginza Heating Company брендін құрды. Күздің аяғында дүкендер сөрелерінде электрмен жылытатын жастықша пайда болды. Жапондықтар қатал қысқа дайындалды. Сондықтан жылы болу мүмкіндігіне еш аянбай қуана төлем жасады. Акио мен Масарудың басты ерекшелігі әрқашан олардың жан-жақтылығы болды. Sony тұрмыстық және цифрлық смартфондарды өндіруші ғана емес, сонымен қатар киностудия, ойын консольдерінің дәуірлік буынын жасаған компанияның басқа да көптеген пайдалы өнімдері бар. Өнертапқыштар өздерінің алғашқы бизнесін осыған ұқсас принцип бойынша дамытқан. Электр қыздырылған төсемдерден кейін Акио мен Масару жазбаларды жазу үшін жоғары сапалы көрсеткіштерді жасады. Ол Clear Voice деп аталды. Шындығында олар қалдықтардан жаңа өндіріс орнатты. Электрлік жастықшадан кейін олар магниттік таспа технологиясын патенттеді. Содан кейін оның негізінде алғашқы магнитофон жасалды. Ол G-Type деп аталды. Бұл жаңа өнімнің құны $900 жетеді, ал салмағы 35 келіден асқан. Бизнесмендер Жапонияның жоғарғы сотымен айғақтарды жазу үшін пайдаланылатын 20 магнитофонды жеткізуге келісім шартқа отырды. Акио мен Масарудың өміріндегі елеулі сәт 50-ші жылдары болды. Олар тапқан ақшасының бір бөлігін батыстық электр лицензиясын сатып алуға салуды ұйғарды.
Енді олар транзисторларды шығаруды бастауға мүмкіндік алды. Болашақта осы технология негізінде Sony теледидарлары мен магнитофондары жасалды. Осылайша 10 жылдан астам жұмыс істеген Totsuka бренді Жапонияда айтарлықтай танымал болды. Сатып алушылар оны жақсы білетін және оның өнімдеріне сенетін. Бірақ бұл күншығыс елінде ғана болды. 60-шы жылдардың басында Акио өзінің сату нарығын кеңейтуді шешті. Бұл үшін ауқымды ребрендинг жүргізу керек болды. Акио мен Масару экспортқа аудио құрылғылар жасауды жоспарлады. Олардың таңдауы Sony сөзіне түсті. Бұл латын тілінен дыбыс деп аударылды. Жаңа нарықтарды дамытуға және дамуға деген тұрақты ұмтылысты түсіндіретін тағы бір көрнекті оқиға алтын теңіз шошқасы туралы аңыз болды. Сондықтан компания қызметкерлерінің бірі Масару Ибукаға осындай мүсінші сыйлады. Кейін баспасөзде Sony транзисторлары әлемде теңіз шошқасына айналды деген мақалада шықты. Журналистер компанияның сәтсіздігін көрсету үшін осындай қатал аналогияны да қолданды. 1957 жылы ақыры ребрендинг аяқталды. Нәтижесінде әлем Sony мен таныс болды. Айта кету керек, компанияның шетелдегі өніміне ешкім сенбесе де, Жапон брендінің өнімдері американдық нарықта нағыз серпіліс жасады. Жапондықтар түрлі түсті сурет түтігі бар алғашқы Тринтон теледидарын ұсына отырып, технологиялық әлемінде революционерлердің атын сақтап қалды. Қазірдің өзінде өте бай және құрметті адамдармен де сондай қарым-қатынаста болды. Сондықтан Sonyде жұмыс істеген Лео Эсакидің физика бойынша Нобель сыйлығын алуы ешкімді таң қалдырған жоқ. Жапондық әзірлеуші ғылыми техникалық прогресті айтарлықтай жеделдете отырып, туннельдік диодты жасады. Deep Purple, Queen, Rolling Stones, Black Sabbath 70-ші жылдардағы барлық спикерлердің шыққан культтік топтар. Көптеген адамдар адамзат тарихындағы осы кезең ең музыкалық болды деп санайды. Осы жылдар ішінде Sony компаниясының танымалдылық шыңына жеткені таңқаларлық емес. Өйткені ол әрқашан музыкалық трендтерді ұстанды. Жапондық бренд прототипті музыкалық құрылғыны ұсынды. 1979 жылы Walkman плеері сатылымға шықты. Бұл әлемді түбегейлі өзгертті. Тіпті ондаған жылдар бойы олар өз биігінде көшбасшы болып қала берді. Көп ұзамай бұл өнімнің арқасында ол бүкіл әлемге таныла бастады. Ал табыс 10 есеге өсті. Sony өз бәсекелестерінен идеялар деңгейінде алда болды. Жапондар басқалар елестете де алмайтын өнімдер шығарды. Үйдегі бейне тіркегіш, бейне камера, дыбыс жазу құрылғысы және тағы басқалар. Компанияның алғашқы жаппай шығарылған түрлі түсті теледидар үшін алған Эмми мүсіншесінің өзі неге тұрады? Sony тіпті медиа бизнеске кіруге шешім қабылдады. Алдымен Philips компаниясымен бірге CD жасалды. Бұл ақпарат тасымалдаушының көлемі 600 мегабайт болды. Көлемі кездейсоқ таңдалмаған. Бетховеннің Акио Морита сүйсінген 9-шы симфониясын жазу үшін дәл осыншама орын қажет болды. Бірақ Морита мұнымен тоқтап қалғысы келмеді. 80-ші жылдардың соңында жапондық брендтер өздеріне CBS Records жазу студиясын сатып алды. Содан кейін Columbia Pictures киностудиясын. Кейінірек оның атауы Sony Pictures Entertainment деп өзгертілді. Тұтынушылар ақшам компьютерге сұраныс жасағанда, көп ұзамай Sony VIA ноутбуктері сатылымда пайда болды. 1994 жылы Акио Морита отставкаға кетіп, жапондық корпорацияның басшысы қызметінен кетті. Кетудің басты себебі денсаулығына байланысты. Оның мұрагері Ногия Ога болды. Морита сонымен қатар мағынасыз мектеп жетістіктері кітабының авторы болды. Ол өзінің жұмысында мектептегі үлгерім адамдарының болашақта жетістікке жететінін көрсетпейтін атап өтті. Әсіресе бизнесте. Акионың тағы да бір қызықты басқару шешімі қызметкерлерді өмір бойы жалдау болды. Sony маманды жұмысқа алған соң, егер ол алғашқы айларда өзін дәлелдесе, олар онымен өмірлік келісім шартқа отырды.
атқарушы директордың орынбасары қызметін атқарған Кен Кутараги өзінің жеке консолін жасау идеясын қатты алға тартты. PlayStation консолі осылай дүниеге келді. Бірінші PlayStation консолі 1994 жылы Жапонияда сатылымға шықты. Ал бір жылдан кейін ақш-та пайда болды. 2021 жылы 5-ші буын консолі сатылымға шықты. Ол өзінің керемет дизайнымен, қуатымен және қосымша қызметтерді қолдауымен барлық ойын құмарларды баурап алды. Арита тек қана қажымайтын кәсіпкер, қабілетті инженер және тамаша менеджер ғана емес, көпшілігіміз сияқты ол да спортқа құмар еді. Қартайған шағында ол гольф ойнауды жалғастырды. Ол алғаш рет шаңғы тебуді бастағанда жасы 60-та болатын. Ол Sony негізін қалаушының жүрегі 1999 жылдың 3 қазанда соғуын тоқтатқанда әлем бизнесменді ғана емес, бүкіл дәуір символын жоғалтты. Соңғы бірнеше жыл жапондық бренд үшін өте қиын болды. Бірақ қиындықтарға қарамастан Sony акциялары өсуде. 2021 жылға қарай корпорацияның барлық активтері 137,3 миллиард долларға бағаланды. Барлық өнімнің 64% өз өндіріс орындарында өндірілген. Оның жартысы Жапониядағы зауыттарда өндіріледі. Ал кейбіреулері ақш, Қытай және Малайзиядағы ірі зауыттарда жасалады. Акиоми Масару бастапқы капиталы $375 болатын жабдықты жөндеу бойынша шағын бизнесті миллиардтаған долларлық корпорацияға айналдырды. Sony, Panasonic және Hitachi компанияларымен бірге жапондық 3 ірі брендтердің бірі. Ол сондай-ақ әлемдегі ең ықпалды 35 бизнес жобаның қатарына енді. Достар, сізде Sony өнімдерінен не бар? Сіз жалпы бұл брендке қалай қарайсыз? Төменге пікіріңізді жаза кетіңіз. Және Қазақ YouTube арнасын әрқашан қолдай жүрейік.